Мұса пайғамбардың заманында, яғни өзінің қауымын Мұса пайғамбар діндарлыққа, құлшылыққа, бір құдайлыққа үйретіп жатқан кезде, соның арасында мұсылмандар да болды, мұсылман еместер де болды. Сонда солардың арасында бір Самири деген мұсылман емес бір адам болған екен. Бұл кісі Мұса пайғамбар сол өзінің мекенінен шығып Тур тауына Алламен тілдесуге барған кезде, сол қауымды топырақтан құдай жасап, сол құдайға сендіріп жіберетін адам болған екен ғой. Сондай құдіретті адам болған екен. Сонда жаңағы Мұса пайғамбар қайтып келсе, адамдар жаңағы құдайшылықтан безіп, топыраққа сеніп кетіп жатыр дейді да. Сөйтіп бір емес, екі емес, бір күні ашуланып Алладан сұрайды екен ғой, Алла, мына пендені, Самириді, бір азапқа душар етші, менің қауымым бәрін адастырып бітті деп. Сөйтсе Тур тауында тұрған Мұса пайғамбарға Алла айтады екен ғой, ей Мұса, мен бұған жаза бере алмаймын. Сонда Мұса пайғамбар таңғалады, Алла, қалай сен бере алмайсың деп. Сөйтсе Алла тағала айтады екен, бұл пенде берешегі көп дейді. Яғни қолы ашық, жомарт адам дейді да. Жомарт адам болса, мен жомарттығына бола, мен бұған ашулана алмаймын дейді. Яғни кәпір болса да, жомарт болса, ашулана алмаймын дейді Алла тағала. Сонда ғалымдарымыз айтады, ислам ғалымдары, адам қолы ашық болса, Алла тағаланың ашуын қайтарады дейді, қараңыз. Сонда біздің пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтатын осыдан ғой, садақа Алланың ашуын қайтарады дейтін осыдан.